Адалдықтың айғағы. Екі дос болыпты, арасынан қыл өтпестей. Осы екеудің бірі бір күні өнер, білім іздеймін деп алыс елдерге сапарға шығуға жиналады. Елде қалған досы байдың баласы болатын. Досым, сен елде қалып бара жатсың. Менің отбасым әуелі Аллаға, содан кейін өзіңе аманат. Бала шағама қарайлап қой, саған сенемін ғой деп аттана береді. Досы, уайымдама, мен осында керекпін. Сенің отбасыңа да қараймын, бәрі жақсы болады деп шығарып салады. Өнер іздеп жолға шыққан досы сол кеткеннен мол кетеді. Көптеген елді көріп, небір ілім-білімге қанығады. Арада біраз жыл өткенде туған еліне оралады. Жолай бір ауылға түседі. Туған шаһарының хал-ахуалын сұрайды. Түскен үй иесінің аузынан жақсы сөз шықпайды. Дегеннен шаһардың әміршісін жамандайды. Байдың баласы ғой, әмірлікке парамен жеткен, халықтың қанын ішіп отыр. Қазынаның ақшасын жеп, тек өзінің қара басының ғана қамын ойлайды. Айналасына ылғи өзінің туыстарын жинап алды. Тіпті алысқа кеткен досы бар еді, соның сұлу келіншегінде әдемі бір үйге көшіріп алды. Ойында не барын кім білсін дегенде, бұл қазіргі қала әміршісі өзінің досы екенін ұқты. Бірінші көрінген пендесінің сөзіне сенбей, ертеңіне төңіректегі тағы бірнеше адаммен сұхбаттасып жағдай сұрасқанда, бірі қала әміршісінің сондай адал, елдің қамын ойлаған жан екендігін айтса, өзгесі өзі түскен үйдің иесіндей мұның әміршісі досының атына небір жаман сөздерді қарғысты жаудырады. Ойы әрі-сәрі күй кешкен бұл қалаға да келді. Келіп, бұрынғы үйінің орнына әдемі сарай салынғанын, жалпы қаланың мүлдем өзгеріп, жаңарып кеткеніне көзі жетті. Көшелері әдемі, таза, қайда қарасаң да бақытты адамдар. Гүлзарлар мен су арықтары тынысыңды ашып, көз тойдырмас ғажабымен жан баурайды. Осындай сұлулықты жасатқан адам қалай арам болады? Менің досымның бұлай өзгеруі мүмкін емес деп ойласа да, жақсыдан гөрі жамандауды көп естіген соң сол ыңғайға көңіл ауды. Үйіне келді. Балалары өскен, бәрі жұмыста, әйелі де құлпырып кеткен, бәрі бұны сағынып қарсы алды. Алайда салқынқандылық танытқан әке бар сырын ішіне бүкті. Не болса да ақиқатты досының өзінен білмекке бел буды. Әйтпесе, ішіне кірген күдік жұрттың өсек сөзі уытын барған сайын таратып барады. Ол әмірші досына келді. Ілім-білім іздеген, елге аман-есен оралған адал досым, армысың деп құшақ жая қарсы алған әмірші досының бұл салқын амандасты. Досы да оны бірден сезді. Байқаймын, арадағы жылдар өңге ғана емес, көңілге де әжім түсіргендей ме? Отбасыңды көрдің. Өзіңе уәде еткенімдей қолымнан келген бар жағдайды жасадым. Қаланы көркейттім. Ел жұртқа іздеген өнер білімнің біразын үйреттім. Ол үшін алыстан шеберлерді, оқымысты адамдарды алғыздым. Бәрі Алланың арқасында. Сен Алланың аузыңа алушы болма. Білем сенің қалай осы дәрежеге жеткеніңді. Жұрт шулап жүр. Сен бәрін әкеңнің байлығымен сатып алғансың. Әміршілігің де, менің бала шағамды да арам ақшаңмен бағып, деп бұл ішке бүккен сөзін қалай сыртқа шығарғанын өзі де аңдамай қалды. Бәрі де бірдемде болды. Ой досым, сен не деп кеттің? Көп болса 10, 20, 30,
не 100 адамның сөзін естіген боларсың. Тойынған ел айтады, айтуға еркі бар, ауыз өздерінікі. Айтшы, мен туралы қанша кісімен сөйлестің? Біраз. Санағаным жоқ, бірақ 100-ге жетпегенмен де 30-40 болып қалар. Көпшілік өтірік айтпас. Досым, жарайды. Сен көптің сөзіне сенесің. Мені айыптап отырсың. Жүр, қазір менің қызметшілерім алаңға халықты жинайды. Мен сол көптің және сенің көзіңше өзімнің адал екенімді де, шынымен де арам екенімді де дәлелдеймін. Екі дос сарайдың алаңына келді. Едәуір адам жиналып қалған екен. Бұл арада төбесі темір тормен жабылған, астында арыстандар қамалған үлкен шұңқыр бар еді. Ұрыларды, кісі өлтірген қылмыскерлерді сонда тастайтын. Жұрт екі достан көз алмай қарап тұр. Бір заматта әмірші тордың аузына таяп, мен осы қаланың әміршісімін. Бәрің мені жақсы білесіңдер. Ал мына досым алыс сапардан келді. Өздерің сияқты біраз кісімен сөйлесіпті. Содан мен туралы ойы өзгеріп шыға келген. Қазір бұл досым мені арамза, аузына жасағанның атын алуға да болмайтын жаман кісі деп біліп тұр. Ал мен шынымен кіммін? Мына шұңқырда 10 арыстан жатыр. Көптен аш. Себебі біздің шаһарда көптен бері қылмыс тыйылған. Ұры қары да жоқ. Қала бейбіт өмір кешуде. Ал мен арам әмірші болсам, онда сендердей адалдардың арасында маған орын болмауға тиіс. Әділі сол ғой, деді да шұңқырдың ішіне секіріп кетті. Халықтың жүрегі су ете қалды. Нөкерлері де әміршіні ұстап үлгермеді. Бәрі шұңқырға қарауға батылдары бармай біраз тұрап қалды. Себебі әлгі айтқан 10 аш арыстанның ырыл гүжілі манадан тыныш, жүректердің зәресін алып болған. Жоқ, тып-тыныш. Әмірші қалай шұңқырға секіріп түсті, солай қорқынышты дыбыстар сап тыйылған. Жұрт қарады. Әміршінің досы да, отбасы да қарай қалған. Ал әмірші болса дін аман. 10 арыстан оның жан жағынан қоршай алып, тіпті мысыққа ұқсап, еркелеп, құйрақтарын бұлғалап, есінеп, құдды қарындары тоқтай, бей-жай мінез байқатады. Елдің есі кетті. Сырттағы дос сонда барып тіл қатты. Досым, мені кешір. Сені аш арыстандар да жеуге батпайды. Сен Алланың алдында сондай адал, таза адам екенсің деген. Жұрт та гу-гу сөз қосты. Біздің әмірші адал әмірші. Біз оның арқасында бақытты өмір сүріп жатырмыз. Ал әмірші жайлы айтып жүрген өсек аяңның негізі жоқ. Сіз ондай сөзге бекер сенгесіз. Оу, әмірші, енді шығыңыз, жарар, біздің көзімізді әбден жетті, шығыңыз деп бүкіл жұртты жалбарына бастады. Біраз қызметшісі сатымен түсіп, әміршіні шығарып алмақшы болған. Арыстандар айбат шегіп, бірін де жуытпады. Әмірші күлді. Мешіт имамы, ей, қараңдаршы, Алланың құдіреті, мыналардың әміршіні жібергісі де жоқ қой. Өздерінің пәлен күннен бері аш жатқандарын ұмытқан ба? Қане, көп етіп малдың етін әкеліңдер, олар етке шапқанда біз әміршімізді шығарып аламыз деп ақыл салды. Сопының айтқанын істеген. Одан түк шықпады. Арыстандар семіз етке пысқырып та қарамады. Оларға ет емес, жасағанға жаққан адал құлдың қасында болу жақсының шарапаты қажет екен. Астағфиралла, Алла тағала қандай шебер, қандай құдіретті. Мына жыртқыштар тіпті етке де қарамайды екен.
шынымен де аш екендерін ұмытқан. Ғажап деп қайран қалған жұртқа бір қарап алған жоғарыда тұрған әміршінің досы да төменге шұңқыр ішіне секіріп түсті. Аш арыстандар оған аз кем ырылдағаны болмаса тиіскен жоқ. Сөйтіп, екі дос өздерінің адалдығын осылай дәлелдеп жоғарыға көтерілді. Иә, адалдықтың мұндай айғағына кім шыдайды? Аш арыстан емес, адам баласы айнаға тура қарап өзінің Алла мен адамдар алдында адал екенін толық көз жетеді ме? Бір жерде біреуді алдамады ма екен? Бір тұста біреуді жамандап қоймады ма? Әлде досы қақында жаман ойларға ырық берді ме? Асылында момынның тілі мен қолынан өзгеге қиянат болмауы керекті. Ал ойынан да жамандық болмауы қажет-ақ. Алайда ойлап қоямыз. Тек соны тез жуып шайып кетірер сабын, кешірім, мейірім, ар-ұят, жан сарайымыздан, жан жүрегімізден табылғай. Аш 10 арыстанның ортасында күнде түсіп жүрміз-ау. Тек жаратқанның мейірімінің себебімен дін аманбыз. Терең шұңқыр, ондағы аш 10 арыстан әркімнің ішінде, дейді бір ой.